Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып жәндіктердің айтысы. Спор насекомых. Жаңа сөздер. Новые слова. Напиши в словарь, выучи. Қаңғыз, божья коровка. Маса, комар. Инелік, стрекоза. Құмырсқа, муравей. Ара, пчела. Шыбын, муха. Көбелек, бабочка. Бірінші тапсырма. Жұмбақтарды оқып шешуін тап. Отгадай загадку. Қызыл түсті домалақ, арқасы қарадақ. Құмырсқа. Гүлден ұшып гүлге қонады. Гүл бақшам гүлге толады. Ара. Ұшады, қонады, гүлдердің қонағы. Қасыңда көрінбей, жазыңда болады. Көбелек. Екі басы жұдырықтай, ортасы құлдырықтай. Қаңғыз. Екінші тапсырма. Суреттегі жәндіктердің қайсысы пайдалы деп ойлайсың? Какие насекомые полезные? Пайдасына қарай орналасу ретін анықта. Надо распределить насекомых по их полезности или бесполезности. Например, если қаңғыз полезный на 50%, это если вы так думаете, надо начертить и написать там қаңғыз. Үшінші тапсырма. Диалогты оқы, қарамен берілген сөздерге назар аудар. Қаңғыз. Сәлем достым, сен қашан демаласың? Құмырсқа. Мен ешқашан демалмаймын. Демалатын уақытым жоқ. Өзің де шаршаған жоқсың ба? Күні бойы жапырақтың бетінде ұшып қонып жорғалап жүресің. Қаңғыз. Я, сен сияқты ешқашан ешқайда асықпаймын. Мен өсімдіктерді зиянды жәндіктерден қорғаймын. Ешқайда тамақ тасымаймын. Құмырсқа. Қорегіңді күні бойы қуудан шаршамайсың ба? Менімен жүр, ешкім жеп көрмеген тағамдарды беремін. Қаңғыз. Рахмет, менің қорегім жапырақ пен гүлдердің арасында жүреді. Шыбын. Ешкімге қарыз емес. Одан да мені шақыр, мені адамдар үйлерінен қуып жіберді. Қаңғыз. Сенің ешқандай пайдаң жоқ, ешбір жан саған қызықпайды. Өйткені жұқпалы ауруларды таратасың. Құмырсқа. Дәнеңе де түсінбедім. Шыбын, сен мүлдем пайда келтірмейсің бе? Привет, друг. Когда ты отдыхаешь? Муравей. Я никогда не отдыхаю. Некогда отдыхать. Ты сам не устал? Весь день летаешь, спросил он. Божья коровка. Да, как и ты, никогда никуда не спешу. Защищаю растения от вредных насекомых. Никуда не переношу еду. Муравей. Ты не устаешь преследовать свою еду весь день? Иди со мной. Я дам тебе продукты, которые ты не ел. Қаңғыз. Спасибо. Мой запас между листьев и цветов. Муха. Никто никому не должен. Лучше позовите меня. Люди меня выгоняют из дома. Божья коровка. От тебя нет никакой пользы. Ни души тебе не интересно, потому что ты распространяешь инфекционные заболевания. Муравей. Я тоже не понял. Муха, ты совсем не приносишь пользу? Шыбын. Менің пайдам сол. Ешқашан жануар мен адамды шақпайтындығым. Зияным жұқпалы ауруларды тарататындығым. Қаңғыз. Шыбын. Ешкімнен еш нәрсе үйренгің келмей ме? Құмырсқа. Сөйлесіп тұра алмаймын, еш уақытым жоқ. Шыбын, еңбекқор болғың келсе маған кел. Ешкім қарсы емес шығар, мен кете берейін. Шыбын. Ойланып көрейін. Моя польза в том, что я никогда не кусаю людей и животных. Вред – это инфекционное заболевание. Қаңғыз. Муха, ни у кого ничего не хочешь узнать, научиться? Муравей. Я не могу говорить. Не успеваю. Если хочешь быть трудолюбивым, приходи ко мне. Никто против не будет, если я пойду. Муха. Подумаю. Ребята, обратите внимание, запомните. Бірге жазылады, это пишется вместе. Бөлек жазылады, раздельно. Ешқашан, никогда, ешкім, никто, ештеңе, ничего, ешқайсысы, никто из них, ешбір, ни один, ешқандай, никакой, ешқайда, никуда. Эти слова пишутся вместе. А слова еш адам, ни один человек, еш уақыт, никогда. Эти слова пишутся раздельно. Төртінші тапсырма. Сөйлемдегі бос орынға кестедегі сөздердің бірін қой. Вставь слова из таблицы. Масаның
ешқандай пайдасы жоқ. Құмырсқа ешқашан бос жүрмейді. Мен еш уақыт демалмаймын, деді құмырсқа. Шыбын ешқашан өзгермейді. Шыбын ешкімге ұнамайды. Көбелектің ешқайда үйі жоқ. 5-ші тапсырма. Көршіңе өз парағыңды мәтінді оқып, диктант жаздыр. Басқа мәтінді қағазбен жауып қой. Напиши диктант. Можете включить диктовку, я прочитаю 2 текста. А. Оқушы. Ешқашан құмырсқаның илеуін бұзба. Ешқашан құмырсқаның илеуін бұзба. Оған еш жамандық жасама. Оған еш жамандық жасама. Ол ешкімге зиян келтірмейді. Ол ешкімге зиян келтірмейді. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Уайымдайтын ештеңе жоқ. Второй текст. Оқушы. Еш жәндік босқа жүрген жоқ. Ешқайсысы пайдасыз емес. Бәрі пайдалы. Еш уақытта оларға жамандық жасама. Еш жәндік босқа жүрген жоқ. Еш жәндік босқа жүрген жоқ. Ешқайсысы пайдасыз емес. Ешқайсысы пайдасыз емес. Бәрі пайдалы. Бәрі пайдалы. Еш уақытта оларға жамандық жасама. Еш уақытта оларға жамандық жасама. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.